Сәлем достар, сендермен бірге мен Кәусар, және бүгінгі видеода мен сендерге 2026 жылды неден және қалай бастау керектігін көрсететін боламын. Менің ойымша, әр адам жаңа жыл келген кезде оны өткен жыл секілді құр босқа өткізгісі келмейді. Яғни жаңа жылда өзінің өмірін өзгерткісі келіп, жаңадан өмір бастағысы келетіндей. Мені де осы ой мазалаған болатын, және осы ойды мен интернеттен іздеп не істеу керектігін тапқан секілдімін. Білмеймін, әркімге әрқалай болуы мүмкін, бірақ мен үшін бұл қандай да бір көмек, бағдар болған болатын. Және де ол армандар картасы. Көріп тұрғандарыңыздай, мен өзімнің осы 2026 жылға армандар картамды дайындаған болатынмын. Және бүгінгі видеода мен осы армандар картасы жалпы не екенін түсіндіремін, оны қалай жасау керек, неден бастау керек, неден жасау керек, соның барлығын сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоны ары қарай көріңіздер, ендеше кеттік. Жалпы армандар картасы дегеніміз не? Армандар картасы бұл сіздердің қойған мақсаттарыңызға қандай да бір визуализацияның түрі. Көрінетін жерге қойылып, адамның фокусын нақты бір дүниеге қояды. Алдыға талпынуға оған көмек береді. Былайша айтқанда адамды шабыттандырады. Және де бұл картаны жасағаннан кейін оның бетіне бүйтіп қарап отырмаймыз. Мынау қашан орындалады екен? Неге мынау орындалмайды? Мынау өтірік қой вообще. Деуге болмайды достар. Яғни жасағаннан кейін бұны жаңағындай көрінетін жерге қойғаннан кейін оған қарап күнде одан шабыттанамыз. Және солайша біз әрекет етуіміз керек. Әрекет етпей, одан нәтиже болмайды әрине. Ал енді оны қалай жасаймыз? Жасайтын кезде Pinterest'ті ашып, неше түрлі суреттерді тауып, әдемі бәрінің күшті суреттерін алып, бір қағаздың бетіне жабыстырып, оны холодильникке жабыстырып қою. Так это не работает, ребята. Так это не работает. Мен негізінде бұл армандар картасын осыдан 2 жыл бұрын жасағанмын, қателеспесем. Және де сол кезде мен солай, яғни суреттерді іздеп, осындай болады деп өзіме қалағанын таңдап, оны жабыстырып, оның ішінен сол кезде тек кейбіреулер ғана орындалған болатын. Мысал ретінде менде өткен картада осындай сурет болған болатын. Бұл яғни не ғой? Бұл яғни самолет, самолеттағы былайша айтқанда терезе. Осы суретті қойып, мен басқа елді көремін, басқа жаққа барамын деген мақсатпен қойған болатын. Және де бардым, көрдім. Дәл осындай, осыған ұқсас енді суретім бар мына жерде. Және де теңізді де көремін деген сурет болды, оны да көрдім. Бірақ басқасына жеткен жоқпын. Себебі бұл мақсаттар, ол алдын ала мен білгенмін бұны көретінді. Себебі біз енді өзім отбасымен талқылап, осындай басқа елді көреміз деген шешім қабылдап барып, мен осыны өзімнің армандар картама қойған болатын. Сол себепті тек орындалатын, бір жылдың ішінде орындалатын мақсаттарды қойған дұрыс. А то андай мақсаттар болады ғой. Миллионер болам. Ничего не знаю, миллионер болам. Осын жабыстырып қоям, осын холодильникке жабыстырып қоям, қарап отырам, осын миллионер болам. Ой, жасалмайды ол, никак орындалмайды олай. Сол себепті ең алдымен не істеу керек? Ең алдымен өткен жылды, яғни 2025 жылды толықтай қорытындылаймыз. Қорытындылау дегенде, оны мысалы галереяны ашып, 2025-тің қаңтарынан бастап желтоқсанына дейін бүкіл суреттерді қарап шықсақ болады. Яғни сол арқылы біз өткен жылда не істедік, не бітірдік, қандай мақсаттарға жеттік, не қойдық, соның бәрін қарап шығып, өзімізге осы жыл ұнай ма? Осы жылда істеген дүниеміз ұнады ма? Бұны өзгерткіміз келеді ма? Әлде дәл осылай ары қарай жүре бергіңіз келе ме? Соны өзіңіз шешесіз. Содан кейін біз 2026 жылға жоспар жасаймыз. Жоспар дегенде мақсаттар, қоятын нақты мақсаттарымыз, яғни қалау, арман, соның барлығын жазып, яғни қолдан жазған дұрыс, ақ қағазға, ручкамен кәдімгідей, немесе мен мұнда өзімдікін планшетке жазған болатынмын, тоже немен, стилуспен, яғни мен бұл жерде жазғанда әрқайсысын бөліп жаздым. Бөлгенде оны былай жасау керек. Ең алдымен өзіңізден бастайсыз. Болашақта өзіңізді қалай көресіз? Және де жазған кезде де
мен осындай болғым келеді, мен осындай нәрсе алғым келеді деп жазбай, менде осындай нәрсе бар, мен осындаймын деп жазу керек. Яғни мысалы өзіміз туралы айтатын болсақ, мен несім болады. Мысалы өзімнің нені айлатын болсам, менің шашым ұзын, менің шашым сау және толықтай түзу, қалың деп жазу керек та. Ал менің шашым ұзын болған қалаймын десек, ол уже ойда дұрыс фокус болмайды ол дүниеге. Бұл себепті алдыға қойған мақсатты да дұрыстап жазу керек. Және де айтып кеткенде ол мақсаттар шынайы болу керек. Миллионер болам демейміз. Мен миллионер болу үшін мен мысалы әрекет етуім керек қой. Сондықтан бірінші бір нәрсені бастаймын, содан кейін мынандай табысқа жетем. Нақты санын жазу керек. Мысалы ең бірінші табысым 50.000 теңге. Одан кейін 70.000-ға жетем. Сондай. Жылдан жылға немесе айдан айға менің табысым көбейе береді деген оймен, деген мақсатпен жазу керек, достар. Сразу мен миллионер боламын дейміз. Мына жерде мен деген уж кім болып кеттім, Роза коуч болып кеттім. Енді тек осы екі нақты пункттан кейін біз Pinterest'ке кіре аламыз, достар. Тек осылайша біз керек суреттерімізді іздеп, енді айтылып кеткендей өзіміздің нақты мақсаттарымызды білсек қана, біз суреттерді іздеп, оларды бірге жинап, мен мысалы өзім Canva'да жинаған болатын. Canva'да бүкіл суреттерді сол жерге копировать етіп қойып, кішкентай жинап, бір А4-ға бір 15 шақтыма, 10 шақтыма сурет сиятындай қылып жасадым. Солай олардың барлығын распечатать етіп алдым. Және де достар, суреттерді таңдаған кезде ең алдымен ортасына өзіміздің суретімізді қоямыз. Өзіңіздің осы жылда, мысалы, жылдың соңына қарай түскен суреттеріңізді алып, соның ішінен біреуін таңдап, өзіңізге ұнайтын суретті дәл ортасына қоямыз. Содан кейін жан-жағына әрқайсысын бөлек-бөлек секциямен орналастырған дұрыс. Негізінде интернетте қалай орналастыру керектігі өте көп, бірақ мен өз қалауым бойынша жасадым. Яғни ортасына өзімнің суретімді қойып, жан-жағына өзіммен байланысты неше түрлі мотивациялар, сөздер, өзімді болашақта қалай көремін деген дүниелердің барлығын жан-жағына орналастырдым. Ал одан кейін мына жақта менде отбасым туралы, мына жақта достарым туралы, мына жақта болашағым туралы суреттерді қойған болатым. Және де мен таңдаған суреттердің барлығында ешқандай адамның түрі нақты көрінбейді. Мысалы, мында сабақ оқып отырған қыз, ол түрі көрінбейді, бірақ ол сабақ оқып отырған көрініп тұр. Сол себепті ол маған өзім жасап отқандай әсер етеді. Сурет таңдағанда да оны дұрыс таңдау керек. Нақты адамның түрі көрініп тұрса, ол миға басқаша әсер ететін болады. Сол себепті әдемі суреттерді таңдаймыз, нақты бір дүниенің суретін таңдаймыз. Егер өзіңізге iPhone алғыңыз келсе, чисто iPhone суреті болу керек. Суреттерден бөлек мотивациялық сөздерді таңдаған дұрыс. Менде мұндағы мотивациялық сөздер, олардың барлығы ағылшынша, өзіме ыңғайлы етіп таңдаған болатынмын. Сіздерге де солай жасауды кеңес беремін. Яғни мотивациялық сөздер ол бізге шынымен де мотивация береді, яғни оқып шабыттануға болады. Және де ең соңғы пункт осы армандар картасын жасау кезде бүкіл суретті шығарып болып, бір нақты қағазды немесе картон, ватман таңдағаннан кейін оны жақсы көңіл күйде жасаған дұрыс. Негізінде жақсы оймен осы қойған мақсаттарыма жетемін, осының барлығы болашақта осы жылдың соңына қарай менде болады деген оймен жасаған дұрыс. Және де мен өзім жасаған кезде суреттерді қырқып отырған кезде кино көріп отырдым, өзіме қызықты ұнайтын киноны көріп отырдым. Одан кейін суреттерді жабыстырып жатқан кезде музыка тыңдап, өзіме андай көңілді музыкалар болады, веселый. Олардың барлығы кәдімгідей осы армандар картасының энергиясына әсер етеді. Видеоны қорытындылай келе, достар, сіздерге осы 2026 жыл көптеген жетістіктер алып келсін. Алдыға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер, және де осы қойған мақсаттарыңыздан көптеген нәтиже көріңіздер деп тілегім келеді. Тағы да айтарым, армандаудан қорықпайық, барлығына жетуге болады, тек қана әрекет ету керек. Бір өзім цитатамды айтып кетейін: ниет, жоспар, әрекет, тек қана солай нәтижеге жетуге болады. So, that's all, guys. Love you. Bye. Я говорю то, что я думаю, окей? То, что я чувствую. Я не какой-то вам профессионал или, я не знаю,
коуч или еще что-то. No, guys, I'm just a person who interested in it, okay? So fuck 'em.